Қайырлы күн. Қалайсыздар? Міне, мен бүгін сіздерге үй жағдайында классикалық маффини жасап көрсетпекшімін. Яғни кекстер, иә? Бұл жерде бізге қажет заттар 3 жұмыртқа, бір кесеге толтырмай, міне видеода көріп отырсыздар, сұйық май, қант, айран, барлық үшеуінің мөлшері бірдей. Бұл жерде мен шай кесені толтырмай алдым. Және де қопсытқыш ұн қажет. Енді ештеңені былай грамдап өлшеген жоқпын, осылай өзім қалай күнделікті жасаймын, сол мөлшерде ала бердім. Жұмыртқаларымызды жарып алғаннан кейін осылай венчикпен араластырып аламыз. Жұмыртқаны әбден араластырыңыздар. Егер миксер пайдалансаңыздар да болады бұл жерде. Ешқандай айырмашылық жоқ. Қол венчикпен істесеңіздер де, жаңағы миксермен жасасаңыздар да, ол өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Жұмыртқамызды былғап алғаннан кейін 1 кесе қантымызды саламыз. Қанттың мөлшерінде көріп отырсыздар ғой, толық емес. Қантты әбден жақсылап тұрып араластырып алыңыздар. Себебі бұнда қант толық еріп кету керек. Асықпай дұрыстап тұрып араластырып алыңыздар қантымызды. Жақсылап араластыру керек әбден. Кейбір қанттар мысалға ірі болуы мүмкін, кейбіреулері ұсақ болуы мүмкін. Енді ірі болса, кішкене көбірек болғайсыздар, өйткені қант әбден еруі қажет. Кез келген бұл кекстерді кез келген дастарханыңыздың сәні етіп, қонақ шақырған кезде дайындап қоюыңызға болады. Құрамы да қолжетімді, жасалу жолы да оңай, бір жасағаннан шығады. Тіпті бала жасаса да осы рецептпен жақсы болып шығады. Мінекей, жұмыртқамызды қантымызбен бұлғап алдық. Енді айранымызды қосамыз. Мінекей, менде қолдың айраны, айран қосып осылай бұлғап аламыз. Айранымызды да қосып алғаннан кейін жақсылап араластырып алыңыздар. Одан кейін сұйық майымызды қосамыз. Сұйық майымызды қосып араластырдық. Осы рецептпен жасасаңыздар 20 дана кекс шығады. 20 дана. Енді осы ұнымызға қопсытқышымызды осылай араластырып алдық. Онда арна електен өткізіп қойғам. Онда міндетті түрде електен өткізіп қосыңыздар. Енді көз мөлшерімен осылай қостым. Міне. Өте жаңағы венчикпен араластырып көресіздер ғой, сол кезде сұйық болмау керек. Көтеріп көріңіздер. Сұйық болса қайтадан кішкене ұн қосып жіберіңіздер. Ұнның да әбден жақсылап араластырып алыңыздар. Менің ұным кішкене аздау болғандықтан, сұйық болып кеткендіктен шамалы қайтадан ұн қосып жатырмын. Барлығында көз мөлшерімен жасадым. Енді бұл жерде ұнның көлемі жаңағы толтырмай жасасақ, қант, сұйық майларды, ұн одан көп болады бұл жерде. Жалпы алған кезде массасы әртүрлі болады ғой, өлшеген кезде ұн мен қанттың. Мысалға 1 кесе ұн мен 1 кесе қанттікі басқаша болады. Енді міне барлығын араластырып алғаннан кейін осылай қалыптарымызды жаямыз да, силикон қалыптарға. Міне бірінші 1 қасық құйып алдым, ортасына міне жем салып жатырмын. Жем. Одан кейін қайтадан үстінен 1 қасық жаңа қоспамды құятын болам. Осылай кезек-кезек салып шығасыздар барлығына, қалыптарыңызға.
Егер де бұрында менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, маған лайк басып, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Менің каналымнан тек қана ол кекс емес, ұлттық тағамдар болсын, салат болсын, балықтан жасалған тағамдар, солардың барлығын таба аласыздар. Алдағы уақытта басқа да нәрселер, жақсы бір рецепттер жасап көрсетемін. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, қолдау жасаңыздар маған. Мен каналымды дамыту үшін сіздерден қолдау күтемін. Осындай ретпен құя бересіздер міне. Ешқандай қиыншылығы жоқ, оп-оңай жасауға да жеп-жеңіл. Әрі балаларыңызға дүкеннен сатып алғанша қолдан жасалған табиғи. Өзіңіз не қосып жасаңыз барлығын білесіз ғой. Сондықтан осындай жасауға кеңес беремін. Сіздердің де балаларыңыз ұнатады деп ойлаймын. Менің балаларым жақсы көріп жейді осы маффиниларды. Міне, қамырдың қоюлығын көріп тұрсыздар ғой. Өзіне қарап тұрсаңдар, түрі де жып-жылтыр, әдемі. Осылай барлығын құйып аласыздар да. Мінекей. 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аласыздар. Дайын болды. Қалыптарыма құйып қойдым. Менде 20 дана кекс шықты. Міне, кексіміз де дайын, пісіп болды. Түрі сондай керемет, тартымды. Мінекей, ішін көрсеңіздер. Ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер.